Сәлем достар, бүгін сіздермен жүгерінің денсаулыққа қандай пайдасы бар екені туралы айтатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Жүгерінің құрамы моно және дисахаридтерге, қанықпаған май, қышқылдарына, су, крахмалға өте бай. Сондай-ақ оның құрамында В9, Е, ПП, В1, В2, В5, С дәрумендері және ниацин, холин бар. Бұл өнім құрамындағы темірдің көптігінен чемпион. Ғылыми зерттеулердің нәтижесінде жүгерінің жоғары тағамдық және биологиялық белсенділігі дәлелденген. Егер сіз оны өнімді күнделікті рационыңызға қоссаңыз, ағзаңызда зат алмасу процесі айтарлықтай жақсартады. Нәтижесінде денсаулығыңыз да жақсарып, иммунитетіңіз күшейеді. Қуырылған жүгеріге қарағанда қайнатылған жүгері пайдалы болады. Қайнатылған жүгері терінің қартаюын тежейді және қатерлі ісік дамуын болдырмайды. Сонымен қатар, зат алмасу бұзылған кезде бауыр ауруы, жүрек қан тамырлары ауруын емдеу кезінде пайдалы. Жүгеріні өт тасы, холангит және холестит белгілерін жеңілдету үшін пайдалануыңызға болады. Гастрит кезінде ұнтақталған жүгері сорпасын пайдалану ұсынылады. Оның асқазанның шырышты қабатында да пайдасы көп. Достар, бүгін сіздерге дайындаған ақпаратым пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Қарлығаш, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.